Төрт түлік малдың кеңесі. Қой, сиыр, жылқы, түйе төртеуі бір күні жайылып отырып кеңеседі. Қайсымыз қандай жерге, қандай кісіге бітсек жақсы болар еді деген сөзді айтсамыз. Сонда сиыр айтыпты: қалың қорықнуға бітем, қоры үзілген қуға бітем, депті. Қой қалыспай: күнгейлі қартсаққа бітем, жүн жеп жабағы тышқан насқа бітем. Жылқы да қалыспай: бетелгі белге бітем, найза ұстаған ерге бітем, депті. Сол кезде түйе тұрып: жалман құлақты зорға бітем, ел ішіндегі зорға бітем, депті.